қара мал өсіріп түлікпен айналысамын десеңіз, несие мерзімі 7 жылға дейін ұзартылады. Несиені алған екен азаматтардың бәрі ол несиенің шарттарынан сай болу керек, оның қайтарымы бар, 2,5% мөлшерлемесі бар. Жаңа айтқандай, алған мерзімнен 3/1 бөлігі ол жеңілдетілген мерзім. 5 миллионға дейін соманы ала алды, ол 1,5 жыл бойы қайтармайды. 1,5 жылдан кейін Шағын несие агрокредиттік корпорация арқылы беріледі. Сіз арнайы бекітілген комиссия алдында өзіңіздің бизнес жобаңызды қорғайсыз. Біздің редакцияға тағы бір маңызды министрдің орынбасары Алтай Сидорұлынан анықтап сұрадық. 1 шілдеден бастап 700 мыңнан астам адам, ол енді мемлекет қолдауға мұқтаж азаматтар, солар жалақысы көтеріледі болады. Оларға беретін үстемақы қолдаулар 14,5%-ге көтеріледі. Қаңтар айында сол азаматтарға 8% көтерілген болса, сода тұтасталған кезде 22,5%-ге болды. Демақысы өсетінін премьер-министрдің орынбасары. Қазақстан ішінде саяхаттауды жоспарлап жүрген отбасылар үшін жағымды жаңалық. Елімізде мемлекет тарапынан субсидияланатын Kids Go Free бағдарламасы бар. Жоба аясында қазақстандық балалар демалыс орындарына тегін ұша алады. Биыл 2 мыңнан аса бала тегін билетпен қамтылады деп күтілуде. Тек бағдарламаның арнайы шарты бар, ол Қазақстан Республикасының азаматы болуы шарт. Бағдарлама турпакет алғанда ғана жарамды, және де тізімдегі туроператорларды таңдауы қажет. Жалпы былтыр 1434 бала тегін саяхаттаған екен, толық ақпаратты сайттан біле аласыздар. Өзге тақырыпқа ойыссақ, жайлы түсінікті деп ойлаймын. Қазақстан ішінде саяхат 1 шілдеден бастап 2 бірдей санатқа жататын азаматтардың жәрдемақысы артады. Нақтырақ айтсақ, еңбек ету қабілетінен және асыраушысынан айырылғанда берілетін төлем 14,5%-ға өседі. Премьер-министр Алихан Смайылов тиісті қаулыға қол қойды. Айта кетсек, мұндай санатқа жататындарды қолдау шараларын күшейтуді президент тапсырған болатын. Ресми дерекке жүгінсек, елімізде мүмкіндігі шектеулі, яғни еңбек ету қабілетінен айырылған 92 мыңға жуық адам, асыраушысы жоқ 61 мың отбасы бар екен. Менде әзірге осы сенбінің кешінде айнағанда жетті. Ұлттық қордан балаларға берілуі тиіс ақша қалай берілетіні, оны қалай бақылайтынымызды біліп алдым. Енді көрермендермен бөлісейін. Арнадан алыстамаңыз. Міне, 1 жыл дегенде мемлекет басшысы тапсырған ұлттық қор балаларға жобасын мәжіліс талқылауға кірісті. Маңызды құжаттың негізгі тетіктері де айқындалып, алдағы уақытта халыққа ұсынылатын болады. Осы ретте менде жобада қамтылатын негізгі ақпараттармен бөліспекпін. Ресми дерек бойынша елімізде 6,5 миллион бала бар. Нәресте дүниеге келгеннен бастап, кәмелет жасқа толғанша орташа есеппен шотына 3,5 мың ақш доллары түседі. Дәл осы шотты кім ашады, ата-ана қаражатты қалай бақылайды? Қаржы министрлігінен сұрады. 18-ге 2024 жылы қатысатын болса, олар бағдарламаға 1 жыл қатысқан болып саналады. Сәйкесінше 1 жылға оларға инвестициялық кірістің мөлшері есептеледі, орташа мөлшерлеме бойынша оларға мәлімет маған да жетті. Жолданған сұрақтардың біріне зер салайық. Өткен аптада басталған бизнес бастауға берілетін мемлекеттің грантына қатысты сауал жіберілген екен. Көрерменнің айтуынша шешім қабылдайтын комиссия жемқорлыққа жол беріп отыр. Министр Тамара Дүйсенованың назар аудару қажеттігін жазыпты. Сұрағыңызды ведомство басшысына қойдық, тыңдайық. Сіз маған конкретно айтшы, маған біздің грантта өтпей қалды деген бір облыста, оңтүстік қазақстан облысынан келді. Біз оған айттық, мінекей, облыстың әкімшілігіне комиссияға қайтадан кіргізіңіздер, кейін қарастырыңыздар деп. Қазіргі таңда бірінші потогын бітірдік, әлі 4 потог, екінші потог қазір бірі беріліп жатыр. Сондықтан бұл потоқты өтпегендер кейінгі потокқа өтуі мүмкін. Сондықтан да қазір бірден ой мен өтпей қалдым, енді алмай қалдым деген шағымдарды қазір тоқтата тұруды керек шығар. Редакциямызға жолданған сұрақ 18 жасқа толған азамат ақшаны алу үшін портал арқылы өтініш береді. Құжаттарды әрі-бері мекемелерге тасымайсыз. Егер де ол шетелге көшіп кетсе, қор ақшаны өзге балалар арасында бөледі. Сонымен қатар баланың әлі күнге дейін құжаты жоқ болса, қазірден қамданғаныңыз жөн, әйтпесе мемлекеттің көмегінен қағыласыз. Денсаулық сақтау ұйымдары бала дүниеге келген кезде аты және аты жөні болмаса да иін берілетін болады. Қай жерде бала туылды,
есепке алынды. Сол жерде жаңағы жеке сәйкестендіру нөмір тағайындалады. Кейбір адамдар мысалы жаңа атын ауыстырып жатады, тегін ауыстырып жатады, солардың бәрін құжаттарын орнына келтірген жөн. Қаражат ақш долларымен түседі.